Мбаппе ойыннан кейін душқа кірмепті. Себебі жейдесі құрғақ. Ал шындығына келгенде, расымен де оның беріліп жүгіргенін көрмедім. Келді, салып тастады, қайтты. Айтпақшы, Родриго енді Жоржиньоның орнына ойнайтын болды. Киімі жарасып ақ тұр екен. Менің байқағаным, Спортинг Реал Мадридке қарағанда жылдам допты бермей, тырысып ойнады. Ал испаниялық клуб алаңда тым бос жүрді. Серуендеп жүргендей. Аса прессинг жасап жатқанда байқалмады. Есесіне жеке шеберліктері Спортингке қарағанда еселенген түрде мықты екенін көрсетті. Алда өтіп кете салады, допты кетті деген жерден игеріп ала салады. Ыңғайсыз жерден соққы жасап, нәтижеде шығара салады. 0-5 деген есеп соған дәлел. Егер мына Реал сол Спортинг сияқты беріліп, жылдам тоқтамай шабуылмен ойнаса, дымымыз қалмайтын еді. Атлетикодан ұтылған соң ашуын бізден алмаған шығар. Жалпы бір билетке шатаспасам 20-30 адам таласты. Пәлен 1000 адам Реалды көру үшін қанша сома болмасын бәрін бергісі келді. Қайратқа емес, Реалға жанкүйерлікпен барғандар сол 5 голды көріп қуанған шығар. Себебі Реал әр гол салған сайын тыныштық емес, қуаныштан шыққан айқайдың дауыстары естілді. Орталық стадионның атмосферасы баяғыша емес. Иә, бұл Чемпиондар лигасының, оның үстіне Реал Мадридтің Алматыға алғаш келуі. Бірақ сонда да мен мұндайды түсінбейді екенмін. Матчқа шолу жасайық. Сіздермен бірге желаяқ таныс және де оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде видеома лайк басып, ардама тіркеле кетіңіздер. Ол мен үшін шабыт. Көбісі Реалды екінші құраммен шығарады деп айтып жүрді. Алайда көріп тұрғанымыздай, мықтылардың бәрі өзі орнында. Тек Беллингем мен Вальверде ғана қосалқы құрамда отыр. Ал Қайрат әдеттегідей. Матч басталды. Алғашқы секундтардан бастап шабуылға аттандық. Және бұл өте қауіпті сәт болып шықты. Дастан Сәтбаевтың соққысы тура Куртуаға. Доп кез келген басқа бағытқа шыққанда матч есеп ашылар еді. Әттең. 14 минутта Сорокиннің қате пасынан кейін Гүлер Мбаппеге. Ол мүмкін еместей әдемі паспен Винисиуске шығарады. Бразилиялықтың парашют етіп жасаған соққысы қисық. 18 минутта Реал өзінің стилінде асықпай пас алмасып жүріп, бірден біздің қақпаға жүгіре кетті. Түрік футболшысының соққысын Сорокин қайтарды. 21 минутта Гүлер қайтадан Мбаппеге пас береді. Оның арғы бұрышқа тепкен соққысын Шерхан Қалмұрза қайтарды. Әдемі сейф. 24 минутта матчтың бағыты өзгеретін сәт туындады. Тапаловтың сәтсіз допты шығаруы, Сорокиннің тағы да баспен жасаған қате пасы, сосын Қалмұрзаның Франко Мастантуононы құлатуы. Пенальти. Нүктеден Мбаппе. Соққы және гол. Шерхан бұл жолы құтқара алмады. Бұл Килианның осы Чемпиондар лигасындағы 3-ші голы. Және сол 3 голы да пенальтиден. 52 минутта Мартинович өзіне қатты сенімді болып кетті ме? Әлде шабуыл жасай алмай жатқанымызға қатты ызаланды ма, білмеймін. Жалғыз өзі Реалдың қорғанысына кетті. Нәтижесінде Куртуа допты алға тебе салды. Тепкен Мбаппеге ассист болып барды. Қақпашымен бірге бір шығып, парашют етіп жасаған айласы іске асып тұр. Куртуа беріп жүргі пасты. 54 минутта Дастан Сәтбаев айып соққысын орындады. Доп әдемі ұшқанмен қисық бағытталды. 56 минутта тағы да соққы жасадық. Бұл жолы Арат. Бұл да әдемі ұшқанмен бағыты басқа. 58 минутта екінші голдағыдай сценарий. Бірақ бұл эпизодқа Винисиус қосылды. Пас және Мбаппенің өрескел қателігі. Сұмдық-ай. 68 минуттағы мына соққы енді өте тамаша. Алайда Куртуа бәрін бақылап тұр. Луиш Мата жарады. Ал мынаға не дейсіздер? 67 минутта Громыко допты ыңғайландырып тартып жатқан кезде Себалис аяғымен іліп кетеді. Төреші бірден пенальти деп саусаған нүктеге көрсетеді. Сосын кейін вардан көріп пенальти деген шешімін қайтып алады. Қалай? Аяғы допқа тимеген, бірден Громыконың аяғын іліп алып тұр. Тым енді Қайратқа қарсы сатып алмаған шығар. Мүлдем түсінбедім. 73 минутта Родриго билеп жүр. Мұзда сырғанағандай өзін біздің қақпаға бағыттауда. Гүлерге пас. Ол Мбаппеге бағыттап жібереді. Соққы және гол. Есеп 0-3. 83 минутта тағы да соған ұқсас шабуыл. Родриго мен Камавинга шабуылды жылдам өріптіп есепті 4-ке жеткізді. Ойынға қосымша қосылған минуттардың 3-шісінде тағы да гол. Бұл жолы Брайм Диас. Қақпашы жетпейтіндей дәл бұрышқа тепкені есепті 0-5 етті. Сомен ойын осымен тәмам. Жалпы маған ойын оңай қоймады. Неге екенін білмеймін, онша ойнай алмадық. Спортингке қарсы әп-әдемі ойнап едік қой. Оның үстіне ол ойынның арғағы тым жоғары болды. Ал бұл жолы баяу. Реал Мадрид асықпай өз дегеніне жетті. Әлемдік класс деген осы екен ғой. Артық іс-қимыл жоқ,
барлығы орынды. Ойын толықтай жаман демеймін, жақсы жерде бар. Ол Георгий Заряның алаңға шығуы. Сол шыққан соң тұншығып тұрған Қайрат екінші темін алғандай болды. Бәлкім ойынның басынан бері шыққанда ойын басқаша болар ма еді. Ойынға аса талдау жүргізудің де қажет жоқ. Ауыр голдар және басқа деңгейлі қарсылас. Сіздермен бірге желаяқтан асы видеоны лайк басып тіркеле кетесіңіздер. Аман болыңыздар.